Шонбай-Лаб бұл жетістік зертханасы ғылымды біз қалаған нәтиже үшін қалай қолдануға болатынын талқылап көрсетеміз. Ассалаумағалейкум, Шонбай-Лабқа қош келдіңіз. Жалпы Шонбай-Лаб деген білесіз, бұл жетістік зертханасы. Жетістік деген өзі атайды бұрында жету, ал жету үшін дұрыс әрекет жасау керек, сапалы әрекет жасау керек, нәтижелі әрекет жасау керек. Сондықтан да бүгінгі біздің тақырыбымыз ол дисциплина. Дисциплина. Шыны керек, Құдайға шүкір ететін нәрселерім көп. Осы ғылымға бет бұрып, жүйелі түрде өзгерістің бір себебі ретінде осы ғылымды зерттеуіме шүкір етемін. Сол шүкір ететін нәрселер мен айттым өте көп, бірақ екі нәрсе бар. Біріншісі бетімдегі безеу. Мен кішкентай кезімнен бастап, енді подростковый период дейді ғой, сол уақыттан бастап безеуден өзі қиналған адам, қателеспесем 25 жылдық үлкен бір жұмыс болды. Осы әуелі Алла, екіншісі ғылымды білу арқылы сол безеуімнен Құдайға шүкір міне кетті, айықтық. Одан кейін тағы мықты нәрселердің бірі бұл дисциплина. Мен әрине сіз мен енді нәтижемен тандыңыз, ресторандар істедік, журналға шықтық, басқа болды. Мен бір дисциплинированный адам деп ойлауым мүмкін, бірақ бұл олай болған жоқ. Өйткені бұл кешігу, кейінге шегеру, көп нәрседен бастап тастап кете беру деген бұл негізі менің өзім бір фишкам еді. Осы дисциплинаның бір себептерін, соның пайда болу жолдарын, лайфхактарын, техникаларын білгеннен кейін Құдайға шүкір қазір әлде қайда аз күш жұмсап көп нәтиже алуды үйрендік. Сондықтан да бүгін Құдайға қаласа біздің мақсатымыз сізбен бірге осы дисциплина тақырыбын зерттеу. Бүгінде сізге жақсы бір зерттеулер дайындадым. Мақсатымыз қандай да, енді сізге мейлінше практикалық бір контент ұсыну, айтпаса енді өсу керек, баю керек, даму керек, бұрын тұрмау керек деген сияқты бір андай философиялық, житейский дейді ғой, күнделікті бір әңгіме ретінде, бір өсиет ретінде айтатын контент көп қой. Бірақ бұл жерде сізге мейлінше пайдалы болуды ойлап отырмыз. Шыны керек, әрине мен күткендей бір охват, мен күткендей бір просмотр болып жатқан жоқ. Бірақ мен күткеннен де артық көрген адамдарда маған кері байланысып отыр. Мен саған көп рахмет аламын. Шынымен де бұл менің шығарылымды, бұл бағдарламамды саналы, бір осы теманы ойланатын адамдар көретін өте қатты қуанамын. Тағы да бір кешірім сұрайтын нәрсе, сізге мен апта сайын шығарып тұрам дегенбіз, бірақ өткен жолы бұл шығарылым өткен апта шығу керек еді, бірақ өкінішке орай біз техникалық ақауларға байланысты, ұйымдастыруға байланысты, өзіміздің командамыз ішіндегі бір сондай кейбір нюанстарға байланысты кешіктік. Сондықтан да кешіріміз бар. Сұраймын, бірақ қуып жетіп аламыз деп ойлаймыз. Ақыр дисциплина деп отырмыз, дисциплина тақырыпты қозғаймыз. Ал кеттік. Жалпы дисциплина деген бұл біз енді бір тақырыпты зерттеген кезде оның сөз мағынасын түсінуіміз керек. Әуелі мен өзім маған солайды, өзіме ұнайтын нәрсе. Бұл дисциплина деген бұл латын тілінің дисциплина деген мағынасын. Бұл негізі былай қарасаң, андай үйрену деген, өсиет айту, бағдар көрсету деген мағынаны білдіреді. Неден латын тілінен алған кезде. Ең қызығы бұл жерде disciple деген бар, ағылшынша екеуі бір тамырлас сөз. Disciple деген ол оқушы деген мағынаны білдіреді. Негізі дисциплинаны не қылсаңыздар, бір университетте кино оқысаңыздар, андай по моей дисциплине деп мұғалімдер кейде ренжиді. Дисциплина деген ол үйрену деген мағынаны білдіреді. Негізі былай біздің күнімізге қалай жетті деген болсаңыз, дисциплина деген әрине біздің ағылшын тілінен алған сияқты көрінеді, бірақ негізі бұл латын тілінен шыққан сөз, дисциплина деп. Ол жерде үйрену, жаңағы өсиет айту деген бір мағынаны білдіретін. Одан кейін бір ол француз тіліне ауысқан, француз тілінде уже жазалау деген, үйрену деген мағынаны білдірген. Одан кейін барып мына жерде ағылшын тіліне ауысқан, орта ғасырдағы ағылшын тілінде ол жерде енді контроль жасау, үйрену және де жазалау. Кейін қазіргі біз білетін формацияда ол өзінің бір самоконтроль, өз-өзін бір ұстай алу, бір ережелердің бір жиынтығы және де үйрену деген мағына білдіреді. Сондықтан да егер қысқаша айтатын болсақ, бұл дисциплина деген сөз адамның өзі қабылдаған немесе қоғамда қабылданған белгілі бір тәртіп ережелерге сай әрекет ете алу қабілеті. Бұл жерде өте бір нюанс. Дисциплина бұл туа біткен қасиет емес, бұл бір қабілет.
бұны дамыту керек және де бұған үйренуіміз керек. Біз мысалы үшін ағылшын тілі бұл қабілет қой, мысалы үшін ойбай мен ағылшын тілін білмеймін деп ешкім талмайтын шығар, өйткені бұл қабілет екенін білесіз. Тура солай мысалы үшін тілге байланысты. Мысалы үшін орыс тілі, әрине біз Қазақстан тұрғаннан бәрі қазақша болғанын қалаймыз, бірақ өкінішке орай кейбір нәрселерді біз басқа тілден алуға мәжбүрміз. Соның ішінде орыс тілі бар, ағылшын тілі бар. Мен енді 4 тіл білемін, 5-ші тілін үйреніп жүрген адаммын ғой. Мысалы үшін орыс тілін мен 23 жасымда алғашқы рет сөйлеген адам. Бұған дейін мен сөйлей алмайтын, мен түсінетін, көретін, мен ренжімейтін, өйткені мен туа біткен, менде ол қасиет емес. Бірақ менің қазіргі балаларым Алматыда тұрғаннан кейін олар енді орыс тілін былай садикте арнадамдан уже қатты қиналмай сөйлейді. Маған ондай емес еді, маған ол үйрену керек еді. Тура сол сияқты енді орыс тілін бұл жерде көкке шығару емес, бұл жерде бір мысал болсын деп түсіндіріп отырмын ғой. Сол сияқты дисциплина солай да көп адам өкінішке орай дисциплинаны бір туа біткен қасиет деп қабылдағаннан кейін оны бір дамытудың бір мағынасын кейде көрмей қалады. Болмай қалады, мен дисциплинам жоқ, деп ана бір ақталу мен бір кінәні біреуге бұра салу үшін бір қолданылады. Мен де солай қолданғанмын, мен сізді жақсы түсінемін сол үшін қатты. Бұл жерде ойбай көрдің ба, сен оңбағансың, мен мықтымын деп отқан жоқпын. Бұл бәрімізге енді ортақ нәрсе. Бірақ дисциплина қайтадан айтамыз, адамның өзі қабылдаған ережелерге сай тұрақты әрекет ету қабілеті. Немесе мен былай айтамын, дисциплина деген бұл адамның жоспарына сай әрекет ету. Қысқаша осы. Бірақ дисциплинаның қиындығы қай жерде? Біз қай кезде дисциплинаның жоқ екенін білеміз, қай кезде біз дисциплинаның бізде ақсап тұрғанын көреміз, қай жерде біз оны іздейміз әдетте. Ол кейінге қалдыру. Енді орысша қазір мода болып отыр, жалпы ағылшынша ғой, айтылады procrastination дейді, яғни прокрастинация, кейінге қалдыру. Бұл жалқаулық емес, бұл прокрастинация деген кейінге қалдыру. Осы жерде мен сізге 2007 жылы өте үлкен кейінге қалдырудың табиғаты деген өте үлкен бір мета-анализ көрсеткім келіп отыр. Бұл мета-анализ деген бұл мынандай басқа зерттеулердің бәрін, бұл зерттеулерді зерттеу ғой. Бұл енді өте үлкен жұмыс, өте бір екінің бірі істей алмайды мета-анализді. Бұл жерде 88 осы кейінге қалдыруға, прокрастинацияға байланысты 88 ғылыми жобаны зерттеген екен. Ішінде енді 88-ді ойлаңыз еді, қанша мыңдаған адам бар ол жерде, студенттер бар, үлкен кісілер бар. Шынымен де мына нәрсені істеген. Бізді бір нәрсені кейінге қалдыруымызға не нәрсе себеп? Әдетте жаңағы өзіміздің жеңілтегіміз, болмаса мен ондай нәрсе жоқ, қасиетім жоқ деген айтамыз ғой. Бұл көрейін дегенде қарап көрейінші, шынымен де не нәрсе бізді кейінге қалдыруымызға себеп екен деп. Сол жерде бұл жерде Пьер Стил деген кісі, енді прям University of Calgary дейді, красавчик, үлкен мықты жобасы деген. Бұл жерде былай деп айтады бұл кісі, I would like to... В общем, прокрастинацияның кейінге қалдырудың біздің өміріміздегі зияны, кедергілері туралы айтып жатыр ғой. Жалпы айтады мына жерде осы бір кейінге қалдыру, грубо говоря, жалқаулыққа байланысты 2002 жылы дейді, Американың нарығы экономикасы почти 1 миллиард доллар жоғалтқан дейді. Қайдан алған білмеймін, бірақ онда бір цифра бар. Окей. В общем, 88 ғылыми жұмыс зерттеген и мынандай қорытындыға келген. Біздің бір нәрсені кейінге қалдыруымыздың негізгі 4 себебі бар дейді. Алғашқысы мынау. Бұл task aversiveness дейді. Aversiveness задача орысшасы қазақша айтқан кезде егер жасайын деп жатқан жұмысымыздың артында бізге теріс эмоция болатын болса, ол нәрсені кейінге қалдыруымыздың бас себебі. Бізге айтылмаған, мен жаңағы көп бір бағаланбаған кітабым бар, ол екінші шанс деген, өте мықты кітап. Өз кітабым өзі мақтаған ыңғайсыз, бірақ дегенмен де сол жерде айтқан мен, егер сіз бір нәрсені кейінге шегере берсеңіз, бұл сіздің жалқаулығыңыздан емес болуы мүмкін, скорее болмайды. Мынау ғылыми зерттеу сонысын айтып жатыр. Неге байланысты дейді? Ол жерде сізге бір теріс эмоция тұр деген сөз. Теріс эмоция деген не нәрсе болуы мүмкін? Ол нәрсені жасайсыз,
ішті пысырады. Бұл қызық емес просто. Екіншісі, ол әрекет жасаған кезде нәтижесін кейін сізді қанағаттандыру мүмкін, ұятқа қалуыңыз мүмкін, ұялу сезімі. Кейбір кезде ол әрекетті істейтін кезде кінәлі сезіну деген болуы мүмкін. Мысалы үшін сізге бір условно айтайық, жүйелі түрде күнделікті сторис түсіру керек. Қарайсың, жақсы нәрсе, істеу керек нәрсе, бірақ іштей сенде ол нәрсе бір серьезный нәрсе болып көрінбейді. Көрбеген соң біреу ана жүреді, шетелде жүреді, там переговор нәрсе, бизнесмен ретінде, ал бірақ сен сторис түсіріп жүрсің, как-то бір сәйкес келмейді. Бірінші себеп, қайтадан айтамыз, бір тапсырманы, бір жұмысты кейінге қалдырудың бас себептерінің бір алғашқысы ол аверсивность, яғни ол жерде теріс бір эмоцияның болуы. Екіншісі, үлкен нәрселердің бірі, себептердің бірі, бұл task delay дейді, и temporal discounting. Бұл мынандай нәрсе. Біздің миымызда мынандай бір қасиет бар. Ол дисконтирование дейді. Дисконтирование деген сөз скидка жасау. Мысал үшін, сіз бір емтиханға дайындалайын деп жатсыз. Емтихан, 2 айдан кейін емтихан болады. Қазір көбісінде енді басталады, магистратурада емтиханы бар, басқа емтихан бар. 2 айдан кейін. Ол 2 айдан кейін мен грантқа түсем, 2 айдан кейін мен мынанша балл аламын, 2 айдан кейін GPA мықты болады деген нәрсе, бұл әшейін бір абстрактный тема болып көрінеді біздің миымызға. Оның орнында конкретно мен қазір сериал көремін. Мен сериал конкретно оның ләззаты мін тұр, ал бірақ анау нәрсе деген мидың там 2 айдан кейін нәтиже деген анау алыс болады. Бұл кәдімгі дисконтирование. Анда бір үлкен зерттеулер бар енді. Бұл қазір ол зерттеуді айтқым келіп тұр, просто түсіну үшін айтайын да. Анда зерттеу бар. Мысалы үшін қараңыз. Бүгін 1000 теңге ма? Ертең 2000 теңге ма десе, зерттеулер бар. 90% адам бүгін 1000 теңгені алады. Өйткені біздің басымызда ертең 2000 теңге не? Ал бірақ, бүйтіп айтса, так, давайте, бір жылдан кейін 2000 теңге аласың ба, или бір жыл плюс бір күннен кейін 2000 теңге аласың ба десе, адамдар бір жыл плюс бір күнді алады. То есть қарап отырсаң, бір күн разница бар, бірақ қазір ол бір күн бізге үлкен болып көрініп тұр, кейін кішкентай болып көрінеді. Бұл ана дисконтирование. Бұл қараңыз, бұл жерде енді бұл қасиет сізде де бар, менде де бар. Бұл андай, бұндай қасиет жоқ адам жоқ. Бірақ біз білуіміз керек те, біздің миымызда, психикамызда, дәлірек айтатын болсақ, алыста болған қандай да бір нәрсе болсын, бір нәтижені, бір марапатты біз құнсыздандырамыз. Дисконт дейді ғой. Оны біз скидка жасаймыз. Сол үшін де елдер жәннатқа кіруді ұмытып кетеді ғой. Өйткені ол қайда ол да? Мына жақта қазіргі кішкене кайфушасы бар, или аяқта үлкен не бар. Ол сіздің қасиетіңіз. Ана арабша айтады ғой, адам деген инсан дегеннен келеді, ұмытшақ деген. Қызық анау ғылымды мен көп зерттеген сайын дініме қатты бір не болып отырмын да. Жақынырақ болдым, қызық, өзіме де таңғаламын бар ғой. Кейбір кезде дін ғылымға қарсы сияқты деп айтады ғой, бірақ олай емес. Мен оны көрген жоқпын. Сондықтан да бұл біздің миымыздың қасиеті. То есть task delay, temporary discounting. То есть біз болашақта болатын нәтижелерді дисконтировать етеміз. Ең қызығы мынау, алыс болған сайын ол құнсыздандыру көбейеді. Мен білесіздер, алдыңғы бізде неде сізге идеал күнге байланысты айтқанбыз, группаға қосылыңыз деп, қосылыңыз, білмеймін, өзіңіз көресіз соны. Сол кезде идеал күн 3 айға жазылады. Неге? Өйткені 3 ай бұл ең оптимальный, миымыздың несі оптимальный сұрақ. 3 айдан кейін все, бізде құнсыздандыру көбейеді. Мысалы, 3 ай мен 4 ай болатын болса, миға алыс болып көрінеді. 3 ай жақынырақ көрінеді. Сол үшін көп отчеттар негізі кварталына жазады. 1 жылдық мақсат деген ол әңгіменің ашығы фантастический әңгіме да. Енді сіздің бір қасиетіңіз, анау адамдарды, басқа адамдар бір ерекше, өзіңіздің бір дара туған бір талантыңыз болуы мүмкін, бірақ дегенмен де көп адамда, менде де бар, сізде де бар. Біз үлкен алдындағы болған нәтижені құнсыздандырамыз. Одан кейін барып impulsiveness and the low self-control дейді. Яғни импульсивтік деген сөз көрсе қызарлық, көрсе қызығатын нәрсе, және де өзіңді самоконтроль, өзіңді басқара алмау. Бұл үшіншісі. Бізде әдетте осыны екінші деп, бірінші қойады, мен андаймын, мен көрсе қызарым деп. Жоқ, бұл үшіншісі. Ол не деген мағына білдіреді? Сізде ол неге байланысты білесе, алдында бірінші біздің шығарылым серотонинге байланысты. Бұл жалпы серотонинге байланысты өте көп рахмет алдым, бірақ бұл серотонин деген тақырыпты әлі де жалғастыру керек, өйткені бұл одан кейінгі екінші шығарылымда ғой біз айтқан нәрсе, базовый нәрсе бар: биология, психология және де инструмент.
иә, ол біріншісі биология. Біздің импульсивностімізді түсіретін, яғни көрсетсе қызарлығымызды азайтатын нәрселердің бірі бұл серотониновый баланс. Егер серотонин баланс болмаса, біз бір жұмысқа отырамыз, там бір мақала оқимыз, болмаса бір қазір осы YouTube көріп отырса, неде бір шотс келіп қалады, болмаса бір уведомление келіп қалады, бітті ауысып кете саламыз. Бұл нәрсе негізі ана Выгодский деген ғалым айтады, адамда өзі бір произвольный непроизвольный дейді, өзінің бір контроль жасай алатын, өзі контроль жасай алмайтын назар. Кішкентай бала контроль жасай алмайды, ол қайсы қызық соны кете береді ауысып. Бірақ ересек адамның несі, ол нәрсесін өзі бір қадағалай алады. Қадағалау деген қабілеті бар, өзінің назарын сондықтан да бұл үшінші нәрсе, біз өзіміздің фокусымызды қадағалау қабілетінен біз адамыз, ол жоқ бізде. Оның бас себептерінің бірі серотонин. Үшіншісі. И төртіншісі бар, бұл үлкен нәрсе, бұл low consciousness and low achievement motivation дейді. Бұл ұйымдастыру қабілеттігіміздің нашарлығынан. Ұйымдастыру деген сөз, ол жоспардың нашарлығы, жоспардың структурасының нашарлығы, және де бұл уже мотивациямыздың төмендігі. Четкий программа не жоқ, жоспар жоқ, четкий не істеу керек екенін білмейміз. Сол үшін де біз бір нәрсені кейінге шегереміз. Яғни қысқаша айтқан кезде кейінге шегеру бұл жалқаулық емес. Егер бір дисциплинамыз нашар болатын болса, оны жалқаулық деп жылы жауып қоя салу, бұл да бір қалай деп айтсақ болады, бұл да бір мәселеге өте бір жеңілтек қарау да. Бұның артында үлкен нәрсе бар. Сондықтан да қайтадан айтамыз, дисциплина деген сөз өзі қабылдаған тәртіпке, ережеге бағына алу қабілеті. Андай кезде болады, кейбір кісілер бір тез нәтижеге жүгіреді, сондықтан айтамыз, ой, мынау бір дұрыс істемейді екен, вообще бас істемейді екен дейміз. Ол негізі ол емес, ол біздің анау ұзақ мерзімге шаба алмауымыздың себептерінің бірі де біздің миымыздың ұзақ бір нәтижені құнсыздандыруымыз. Бұл біз білсек жақсы болады. Негізі бұл қайтадан айтамыз, бүкіл адамда бар ортақ қасиет. Бірақ кейбір адамдар осы қасиеттің құлы болып қалады. Соның бір жаңағы жертвасы болып қалады. Кейбір адамдар, мысалы үшін сіз көріп отырсыз бұны, осы қасиеттің иесі боласыз, қасиеттің хозяйны боласыз. Өйткені біз анау не бар, психология жақсы нәрсе бар. Біз бір нәрсені осознавать дейді ғой орысша. Біз нәрсені біз бар екенін көре алсақ, түсіне алсақ, біз ол нәрсені басқара аламыз. Ішіміздегі кейбір импульстарын. Сондықтан да бұл біздің жаңағы бағдарлама шомбайлаптың мақсаты сізге кейбір нәрселерді, сіз пока может назар аудармай жүрген нәрселерді түсіндіріп беру. Сондықтан да көрсе қызарлық, жақын тұрған нәрсеге жүгіріп кету, бұл сізде ғана бар нәрсе емес, бұл жалпы норма, бірақ бұнымен біз жұмыс істеуіміз керек деген идеяны айтқым келеді. Құдай қаласа бүгін осы қабілетіңізді дамытудың алғашқы бір қадам деп қабылдайық. Сондықтан құттықтаймыз. Бұл сізге таныстырғым келетін осы бір кейінге қалдырудың табиғаты деген мақаладан түйген ойларымыз. Ары қарай жалғастырайық. Енді келесі біздің қарастыратын мақаламыз, бұл қателеспесем 2021 жылғы мақала. Бұл жерде медицинский университетте дәрігерлікке оқып жүрген 675 студентті зерттеген 6 бөлек бір университетте, кстати, мақала Сауд Арабиясында жасалған зерттеу. И және де GPA дейді ғой, орташа балы 4-тен жоғарылар. Грубо говоря, 100-ден 80 балдан жоғарылар, 85-83 балғанда демесе 5-тен алатын болсақ, онда бір 4,5 сондай GPA, орта бағалар, бұлар отличник дегенсіз ғой. В общем, 675 отличник медик студенттерді зерттеген. Олар әртүрлі бір опросник жаңа нелер толтырған, тесттер толтырған, и олардың ортақ қасиеттерін тапқан. Ол жерде 10 ортақ қасиет бар, қатты керегі жоқ, бірақ мен сізге кейбірін айтқым келеді. Біріншісі, ең бірінші олардың несі, жетістіктің сыры, бұл уақытты басқару алу қабілеті. Енді белгілі бір нелер, опросниктер бар, планированиеға байланысты.
біріншісі уақытты басқару. Екіншісі минималды түрде басқа нәрсеге алаңдау. Енді дұрыс жоспарланған осы болады. Мысалы үшін отыратын жеріңіз, светің, суың қасында тұрады, бәрі ұйымдастырылған. Үшіншісі четкий оларда мақсат болған. Мақсат болғанда андай. Мен бүгін қазір андай өткендегі мақсат қою тақырып болды ғой бізде ше. Жарты сағат мынаны оқимын, процеске бағытталған. Мақсатқа істеген. И ең қызығы кемі күніге 3-4 сағат сабаққа жұмсаған. Бұл енді қалғандарын айтып қажет жоқ, бірақ осы бір 4 нәрсе өте маңызды нәрсе. Қысқаша айтқан кезде айтады да, бір нәрсені уақытымен үлкен зерттеу, 6-7 деген ой емес құрсын. Бәрі отличник. Ортақ қасиеті айтады. Уақытын дұрыс басқарған адамда басқа нәрсеге минималды түрде ой алаңдайды, ой шашырамайды. Бұл негізгі идеялардың бірі. Енді сізге әртүрлі басқа бір зерттеулерді көрсетуім бергім келмейді. Мен сізге бір қысқаша бұны қалай қолданатынымызды айтқым келеді. Енді бұл жерде мынау бір формуланы сізге таныстырғым келеді. R тең T көбейтілген F көбейтілген S деген. Бұл не мағынаны білдіреді? Результат, кез келген результат, нәтиже, ол 3 нәрсенің жиынтығы. Біріншісі, оның нормасында жұмсалу керек уақыты. Екіншісі, оған жұмсалу керек күш. Және де үшіншісі, оған жұмсалу керек ресурс. Мысал берейік. Сіз тамақ пісірейін деп жатырсыз, манты пісіресіз. Жақсы манты пісіру үшін сізге не керек? Енді анау кетті, түйілген манты болатын болса, 45 минут ол мантоварка тұрады. Ол 45 минут болмаса, ол нәтиже болмайды. Екіншісі, оны түйу керек, салу керек. Егер сен 45 минут жұмсадың, бірақ егер оған именно сол мантыны істеу үшін күш жұмсамасаң, онда не болады? Онда манты болмайды. Может быть, бұл формуланы келесі тақырыпта да дұрыстап ашамыз, бірақ пока түсіну үшін дейді. Именно манты пісу үшін жұмсалу керек нәрсе. F деген күш деген екі нәрседен тұрады. Біріншісі әрекеттен, екіншісі шеберліктен. Соны жасай алуым керексің, білемін деген бір өшеді келеді. Күштің сапасы. Және де ресурс. Оған ет керек деген сияқты ғой, май керек, басқа керек, анау керек, мынау керек. Так вот, қараңыз. Бұл жерде мынау бір прикол бар да, көп адам соны байқамайтын. Ең маңыздысы біз бәрі ойлайды. Ресурс, ақша. Ақша болса нәтиже аламын дейді. Жоқ, болмайды. Егер сен ақшаң болса, бірақ уақыт бөлмесең, мысалы үшін безуіңді емдей алмайсың. Сен ақшаң бар, бірақ сен врачқа барған жоқсың. Ақшаң бар, сен бірақ стоматологқа барып шашын істеген жоқсың. Ақшаң бар, сен неге барған жоқсың? Парикмахерге. Уақыт бөлмесең, сенде ол нәтиже болмайды. Екіншісі, оған байланысты жасай алу біздің қабілетіміз керек. Күш деген енді құрдан құр андай грубы күш емес қой, ол жақсы сапалы күш. Енді қараңыз. Мысалы үшін ол жерде өте маңызды нәрселердің бірі мынау. Қалай істейміз? Уақытты қалай жұмсайды? Өте маңызды нәрсе. Мысалы үшін мақала оқитын деп отырсың. Сен ойлайсың, опа, мен мақаламды қазір 15 минут оқи саламын деп. Жоқ. Бұл мақала өте андай қиын мақалалар, мысалы үшін. Ғылым мақалалар. Сондықтан ең бірінші не істейсіз, сізге не? Лайфхак, хронометраж. Хронометраж деген өлшеу. Хронометраж, уақытты өлшеу. Сіз бірінші спокойно отырыңыз. Мысалы үшін айталық сізге бір кітап оқу керек. Нәтижеңіз бір кітап бітіру. Ол жерде 450 бет кітап бар. Айтасың, мен 3 күнде оқимын дейсің. Жоқ, олай емес. Қарайсың. Примерно қанша уақыт сен бөле аласың? Спокойно. Реально. Күніге реально 1 сағат бөле, 1 сағат, жарты сағат реально бөле аламын дейсің. Окей. Жарты сағат бөлесің. Бұл әшім балдың, енді хронометраж дейсің. Жарты сағатта қанша бет кітап оқиды екенсің. Бір зерттеу бар, орысшасы андай. Среднестатистический человек себя считает лучше, чем среднестатистический человек деген бір прикол бар неде ғылымда. Яғни, көшеде сабаған бір адамды ұстап алсаң, ол көшедегі орта стандартный адамнан өзін жоғары санайды. То есть, мысалы үшін айталық, сіз жарты сағатта 18 бет кітап оқуыңыз мүмкін, бірақ сізде ішіңізде бір сезім бар да, бір сіз қазір 50 бет оқып тастайтын сияқты. Сол бір бастағы қиялмен реально салыстыру керек. Хронометраж өлшейсіз. Жарты сағат кітабыңызды аласыз.
жарты сағат оқисыз. Арасын анау бір шыққысын ұйықтап тұратын бір өлшеп қара, айтасың. Так, оказывается мен бір бетті 3 минутта оқиды екенмін. Қарап көресің өлшеп. Бір рет өлшегеннен қатты не жоқ, может быть, 2-3 күн өлшеп көресің. Так. В общем, 2-3 күнде шықты. Бірінші күні 3 минут оқыдым бір бетті, екіншісін 4,5 минутта, үшіншісін 2,5 минут болды, ортасын санайсың. В среднем 3 минут оқиды екен бір бетті. Окей. Онда айтасың, 3 минут оқитын болсам, менде 450 бет кітап бар. 450 бет кітап, оны 3-ке көбейтеміз, 1350 минут. 1350 минутты мен 30 минутқа бөлетін болсам, мен 45 күн бойы 30 минуттан егер кітап оқысам, мынау кітапты бітем. Уже мынау, ең қызығы мынау. 450 беттік кітапты бітіру үшін ол результат қой. Сізге ренжімеңіз. 45 күн керек. Жарты сағат бөлетін болсаңыз. Ол 20 күн бітіп қалмайды. Егер жарты сағат бөлетін болса, 45 күн керек. 45 күн бойы жарты сағат сіз оған бөлуге мәжбүрсіз. Ол система айналып кете алмайсыз. Егер сіз 45 минуттың ішінде көбірек кітап оқитын болсаңыз, оқуға жайында болатын болса, ол F деген күш, уже жұмсаған күштің сапасы. F деген ол шеберлік, mastery, енді жаңағы не, action, яғни шеберлік. Оны жылдам оқу техникаңыз дамытуыңыз керек. Білмейсіз. Ол үшін отдельно уақыт болады, жылдам оқу техникасы, мысалы үшін білмеймін. Оған бір 2 ай керек болуы мүмкін, 3 ай керек болуы мүмкін. Ол 3 айда үйренесің, сіз ренжімеңіз, 2 аптада үйреніп кетпейсіз. Гений шығарсыз, бірақ скорее всего 3 айда үйренесіз, мысалы үшін ше. То есть түсінікті ой, өте маңызды нәрсе. Осы нәрсені үйреніп алсаңыз, негізі өте қатты жеңілдік боласыз негізі. Анау басыңызда қиял бар. Мен жарты сағатта 50 бет оқимын деген. Шындықта жарты сағатта оказывается сіз 15 бет оқиды екенсіз. Например. Осы шындықпен жұмыс жасайсыз. Біріншісі хронометраж. Осы жерде көп адамдар қателесетін себебі де сол да. Мысалы үшін мен Марғұн ағадан бұны қатты үйрендім. Бірінші айтады Марғұн, Қуаныш, мен кітап оқимын дейді, 2-3 күн өлшеймін дейді. Сен қанша бет оқимын? Все. Бұл жақ қарайсың. Оказывается, сен емтиханға, менде солай болды. Емтиханға, мен қазір магистратура оқып отырмын ғой. Менде қарадым, 1 апта ма 2 апта қарап жүрдім. Бір үй тапсырмасын орындау қанша уақыт кетеді екен маған депші. Енді қараймын, оны жаңағы лекцияны аламын, оқимын, жасаймын, презентацияға көшемін. Қарасам маған примерно 1 сағат 15 минут кетеді екен. 10 күнді көзіме қарап жүрдім, 1 сағат 15 минут. Болды. Енді менде қазір андай білесіз ба? Неде скриншотты да көрсетсек болатын шығар уже. Әр кезде тұратын мысал үшін менде сағат 16:45-тен 17:45-ке дейін менде 1 сағат мен кітап оқыламын, сабақ оқимын. 15 минут бар, анау қалған енді добивать етемін аяқтан оқуда. Мен ровно күніге сабақ бар кезде мен сағат 16:45-тен 17:45-ке менде апташы, мен басқа жұмыс істемеймін. Бұл уақыт тек қана сабақ оқуға арналған. Енді қараңыз, не болады? Бізде 9 ай. 9 айдың 9 ай сабақ оқимыз, 9 айдың жобалап 9 айды бізде 4-ке бөлетін болсақ, 36 апта бар. 36 аптада примерно жобалап. Мен 5 не оқыдым. 5 выходной жоқ қой бізде. 180 күн бар. 180 күнде мен примерно 1 сағат оқимын. Мен 180 сағат тек қана үй жұмысын орындауға жұмсадым. Ол кезде қандай қызық болады, қараңыз. Сізге емтиханға дайындалу үшін кейін күш жұмсамайсыз. Өйткені мен 180 сағат жұмсап қойғам оған ол жерге. Әйелдер 180 сағат жұмсамайды. 180 сағатты анда прикол ғой. 180 сағатты ол сабақты оқу үшін керек нәрсе 180 сағат мысалы үшін үй жұмысын дұрыс орындау үшін. Ол 180 сағатты ол 9 айға бөліп жұмсамайды. Ол қалай жұмсайды? 4 күнде жұмсағысы келеді, түсің бе? Ең қызығы 4 күнде 180 сағат жоқ. Сонымен барып онша емес сабақ алады, онша емес нәтиже алады. Сондықтан да өте маңызды нәрсе, біз қалаған результатқа қанша уақыт талап етіледі, соны өлшейсіз және сол уақыт бойынша істейсіз. Жаңағы мынаяқтағы 675 студенттен жасалған зерттеуден осындай қорытынды жасаса болады. Ең мықты нәрсе осы жоспардың сапасы.
Ол туралы өткен сізге де алдыңғы выпуста айттық, yani жоспарлаудың біз несін істемедік, енді оған әлі уақыт жетпей жатыр, бірақ мен осы дисциплина туралы істегім келді. Қайтадан қайталаймыз. Дисциплина деген өзі қабылдаған тәртіп пен реттілікті орындау, жасай алу қабілеті. Былайша айтқан кезде жоспар бойынша әрекет ету қабілеті бұл дисциплина деп айтсақ болады. Жоспардың сапасы біздің дисциплина сапасынан қатты әсер етеді. Ал жоспардың сапасы ол қанша уақыт ол нәтиже бізден талап ететінін қабылдау, мойындау. Мысалы үшін бір жаққа кездесуге барайын деп жатсыз, сіздің ойыңызша 15 минутта барасыз. Бірақ почему-то соңғы бір аптада ол жаққа сіз 25 минутта бардыңыз. Демек, сіз ол жаққа 25 минут қойыңыз керек та. 15 минутта бара алмайсыз. Бұл да бір дисциплинаның несі. Егер сіздің планыңыз нашар болатын болса, ол планды орындасаңыз да жақсы нәтиже алмайсыз да. Бұл сіздің нашарлығыңыздан емес, бұл жоспардың нашарлығынан келеді. Поэтому бүгінгі шығарылымда сізбен көп созғым келмейді. Осы идеяны бөліскім келеді. Егер де сіздің дисциплинадан проблемаңыз болатын болса, ол жерде проблема жалқаулықта емес. Ол жердегі проблема негізі жеме-жемгенде жақсы жоспар жасай алмау. Жақсы жоспар мына мен көрсеткен формула бойынша болады. Біріншісі хронометраж, екіншісі сол хронометраж бойынша уақытты жоспарлау. Және де үш ережені айтқым келіп тұр сіздерге. Біздің фокусымыз шектеулі. Мысалы үшін мен сізге қарап отырсам, мен артымды көре алмаймын. Фокусым шектеулі. Біз фокусымызды қай жаққа қоямыз, оны таңдай аламыз. Құдайға шүкір, бізде ол қабілет бар, ол қасиет бар, ол құдірет бар, ол күш бар. Екіншісі, ол істемесен жасалмайды. Бізде көп адамдар істелмесе де бір болып кететін сияқты бір үміттеніп жүреді. Командамның отдел продажының несі нашар дейді. Жарайды, сіз енді бар да жаңағы қабілетті конверсиясын қарасы өлше, скриптін істе, занимация. Ол неге? Потому что жаңағы формула, үшінші формула қандай? R тең Т көбейтілген F көбейтілген S. То есть отдел продажасындағы скриптің сапасы деген бұл результат, оған белгілі бір уақыт жұмсау керек. Хотя бы өзіңіз істемесең де адам таңдау керек, оған тех задание берілу керек, оны келісу керек, оған өлшеу керек, оған бағалау керек. Оның бәрі уақыт қой. Сондықтан егер осы үш ережені ұстансаңыз, Құдай қаласа сізде дисциплинадан проблема болмайды деп ойлаймын. Бүгінгі шығарылым осымен аяқтағым келеді. Сізге көп уақытыңызды алмайын. Дисциплина деген тақырып өте маңызды тақырып. Бірақ менің туғаным Дархан мырза айтпақшы, бірмен екімен жолын шетімен. Бұл дисциплина деген жай-жай болатын нәрсе. Бұл бірден болып кетпейді. Мұсылман болу әс-тәсте, кәпір болу әп-сәтте деген қазақта мақал бар ғой. Ол дисциплина ұзақ қандай накопительный эффектпен жиналатын нәрсе. Сондықтан бүгін қысқаша сізге осы тақырыпты бөліскім келді. Пайдалы болды деп ойлаймын. Пайдалы болса комментарийға жазыңыз, және де маған дайретке жазыңыз. Прям ұнап жатыр. Және де өте маңызды нәрсе, төменге сілтеме қойып қоямын. Бізде серотонинді артыруға байланысты группа бар. Ол жерде сіздің импульсивность дейді ғой. Әр нәрсеге көрсе қызғарлықты реттейтін ол серотонин. Сол группаға қосылыңыз. Ол жерде сіздерге біз тегін доступ береміз. Сол тегін доступқа қарап сапаңызды арттырасыз. Шомбайлап сізге қызмет етуден шаршамайды Құдай қаласа. Окей, төменде күтем, кері байланыс күтем, лайкыңызды күтем, подпискаңызды күтем. Және де пайдалы болатын болса достарыңызға жіберіп қойыңыз. Сізге кейін рахмет айтып беретініне сенімдімін. Давайте, адиос.